Қара зере тағам дайындауда да түрлі ауруларды да емдеуде кеңінен қолданылып келеді. Қара зеренің пайдасы мен зиянын айтатын боламыз. Алдымен қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуіңізді сұраймын. Қара зере тұқымы хош иісті дәмдеуіш ретінде тағам дайындауда кеңінен қолданылады. Бірақ бұл оның барлық қасиеті емес. Осы кішкентай тұқымдардан қара зере майы деген өте пайдалы қасиеттері бар тамаша өнім шығарылады. Қара зере майының пайдасы: шығыс емшілері қара зере майын мыңдаған жылдар бойы қолданып келеді. Ал жақында заманауи ғалымдар да оның құндылығын мойындады. Көптеген зерттеулер барысында осы өнімнің ағзаға әсер ете алатын және көптеген ауруларды емдеуге көмектесетін бірегей химиялық құрамы бар екенін анықтады. Қара зере майында жүздеген белсенді зат бар. Оған көп қанықпаған май қышқылдары, амин қышқылдары, эфир майлары, сапониндер, темохинон, нигелон, бета-сестерол секілді органикалық қышқылдар жатады. Бұл өнім кальций, фосфор, мыс, селен, мырыш, темір, А, С, Е, Б дәрумені мен басқа да көптеген бағалы компоненттерге және микроэлементтер мен витаминдерге бай. Зере майы әртүрлі және бай құрамының арқасында мынадай әсерге ие болады: иммун түрлендіргіш, қабынуға қарсы, бактерия жойғыштық, аллергияға қарсы, қызуды түсіретін, ауруды басатын, қақырық түсіретін, несеп айдайтын, тыныштандыратын, өт айдайтын, тырыспа жоюшы. Пайдасы мен зияны: ұзақ уақыт бойы қолданылуымен расталған қара зере тұқымынан алынатын май бүгінгі таңда кеңінен қолданылады. Бұл асқазан ішек жолдарының жұмысына жақсы әсер етеді. Оны қалыпты тұтыну, шамадан тыс газ жиналу сияқты жағымсыз әсерді шешуге көмектеседі. Бұл өнім асқазандағы толқи жиырылу мен қышқылдықты қалыпқа келтіреді, диареяны жояды, қабынуды азайтады, ішек ауруларының қоздырғыштарын және патогендерін бұзады, тіпті құрттарды жояды. Ал өт айдайтын әрекетінің арқасында өттің іркілуін жоюға және өт жолдарын тазалауға көмектеседі. Зере майы бауырға да жақсы әсер етеді. Бұл май бауырдағы уытты заттарды шығаруға көмектесіп, оның құрылымын қалпына келтіреді және қабынуды азайтады. Бұл майды өт қабына тас байлану, гастрит, гепатит, дисбактериоз, панкреатит, гельминтоз, холецистит, асқазан жарасы, цирроз, панкреатит, энтероколит, бауыр циррозы сияқты ауруларды емдеуде қолдануға болады. Сондай-ақ бұл май қан тамырлары мен жүрекке де пайдалы. Аталған өнім қан тамыр өткізгіштігін және холестеринді төмендетеді және қан тамырларының қабырғасын мықты етіп, қан қысымын төмендетіп және беріктік түйіншектің алдын алады. Қара зере майы гипертония, варикоз, жүректің ишемиялық ауруы, қанның ұюы, мидың қан айналымының бұзылуы секілді ауруларды емдеуді жақсы нәтиже көрсетеді. Сонымен қатар зере майы күшті антиоксидант болып табылады. Ол жасушаның өміршеңдігін жоғарылатып, олардың қалпына келу мүмкіндігін арттырады және еркін радикалдарды жойып, ағзаның жастығын ұзартады. Ал зере майын үнемі тұтыну орталық жүйке жүйесінің жай-күйін қалыпқа келтіріп, есте сақтауды жақсартады. Сондай-ақ физикалық және ой жүктемелерін жеңіл көтеруге көмектеседі. Сонымен қатар ол метаболизм процесін белсендіреді және иммунитетті көтереді. Қара зере майы косметологияда да сұранысқа ие. Оны маскалардың құрамына қартаюға қарсы кремдерге, шашты күтуге арналған құралдарға, массаж майларына жиі қосады. Зере майы теріні ылғалдандырып, жұмсартады
және сергітеді. Ол әжімдерді азайтып, терінің серпімділігі мен өңін жақсартады. Бұл өнім майлы бездердің жұмысын қалыпқа келтіріп, қызаруды жояды және терінің қайызғақтан арылтып, шаштың түсуін тоқтатады. Яғни жалпы шаштың құрылымын қалыпқа келтіріп, өсуін ынталандырады және оның жағдайын жақсартады. Ал екінші топтамамыз қара зере майының зияны. Зере майының басқа да көптеген күшті дәрілік өсімдіктерден айырмашылығы, ол ағзаға елеулі зиян келтірмейді. Сондықтан оны қолдануда аса көп қарсы көрсеткіштер болмайды. Ең алдымен бұл өнімді жүкті әйелдер қолданбауы керек, себебі ол жатырдың кішіреюіне әкелуі мүмкін. Зере майы қысымды төмендетуге қабілетті болғандықтан, қан қысымы төмен адамдар оны бар сақтықпен қолдануы керек. Сонымен қатар оны 3 жасқа толмаған балаларға беруге болмайды. Ал қалғандары қара зере майын тек бақылаусыз қолданған кезде және ұсынылған дозадан көп қолданған жағдайда жағымсыз әсер көрсетуі мүмкін. Қара зере майын қалай қолдану керек? Зере майын қолдануда оң нәтижеге жету үшін тек суық сығымдау арқылы дайындауға арналған қоспаларсыз жоғары сапалы органикалық өнімді ғана қолданыңыз. Дегенмен зерені қолданудың көптеген жолдары бар, ал олардың жасалатын өнімде әртүрлі тәсілдермен қолданылады. Ереже бойынша 3-5 жастағы балаларға жарты шай қасықтан, 5-10 жастағы балаларға 1 шай қасықтан, 10-15 жастағыларға 1,5 шай қасықтан артық бермеу керек. Ал ересектерге арналған майдың оңтайлы күнделікті дозасы 2 шай қасық. Ең дұрысы зере майын жылы суға қосып, тамақтанғаннан кейін шамамен 20 минуттан соң ішу керек. Жас ерекшеліктері басқа зере майының қолдануы мен дозасы қандай ауруды емдейтініңізге байланысты болады. Қара зере майын әртүрлі ауруларды емдеуде қалай қолданылады? Қақырықты түсіру үшін лимоннан 1 шай қасық шырын сығып, оған 10 тамшы зере майын қосыңыз. Бұл құрамды күніне 3 рет тамақтану алдында аз уақыт бұрын ішу керек. Құлақ аурулары кезінде ауырсынуды және қабынуды жеңілдету үшін 1 тамшы зере майын ауырған құлаққа тамызу ұсынылады. Асқазан жарасы кезінде 1 стакан қайнаған суға аз қасық зығыр тұқымын қосыңыз. Зығыр тұқымның қайнатпасын дайындаңыз, содан кейін тең мөлшерде оны зере майымен біріктіріңіз. Және бұл өнімді таңғы ас пен кешкі ас алдында шай қасықтан қолданыңыз. Қандағы холестерин деңгейін төмендету үшін күн сайын аш қарынға жалбы жапырақтары мен 1 қасық бал және 7 тамшы зере майы қосылған қайнатпа ішу керек. Бұл қайнатпаны қабылдау кезінде майлы тағамдарды тұтынуға болмайды. Суық тиюді зере майын қолдану арқылы бірнеше жолмен емдеуге болады. Зере мен зәйтүн майын бірдей мөлшерде араластырып, күніне 3 рет мұрын тесігіне тамызуға болады. Сондай-ақ 1 литр ыстық суға 1 қасық зере майын қосып, соның буымен демалса да болады. Және тамақтанған сайын 1 стакан шөп шайына 7 тамшы май қосып ішіңіз. Тұмау кезінде мақтадан кішкентай тампондар жасап, оларды майға салыңыз. Қара зере майы секілді өнімнің өте кең қолданысқа ие болғаны құпия емес. Себебі бұл майдың әсері күшті болғандықтан, оны таза түрінде тек сүйел, қышыма, бөртпе, дерматит және теңге қотыр сияқты жараларды емдеу үшін терінің кішігірім аумағына ғана қолданған жөн. Қара зере майын осындай қасиеттерге ие екенін түсіндіріп өттік. Келесі видеода кездескенше менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.